Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын гуляштың рецептісін ұсынатын боламын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ең бірінші табамызға май құйып қыздырып алатын боламыз. Қызған майдың үстіне туралған етімізді салып, баяу отта араластыра отырып, жақсылап етімізді қуырып аламыз. Шамамен 20 минут уақытымыз өтеді. Қуырылған етімнің үстіне ұсақтап туралған пиязымды, яғни сарымсағымды салып, тағы да 1-2 минут қуырамын. 2 минут уақыт өткеннен кейін үстіне тұзымды, бұрышымды салып, 2 ас қасық томатымды қосып, тағы да біраз қуырамыз. Менің видеом ұнап жатса, видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Мінеки қуырылып болды. Осындай түске ену қажет. Енді осы етімнің үстіне қайнап тұрған суды құямын. Етімді су толықтай жауып тұруы қажет. Бір араластырып жіберіп, бетін жауып, баяу отта шамамен 1-1,5 сағат қайнататын боламыз. Етіміз піскенше. Ендігі кезекте соусымызды әзірлейтін боламыз. Құрғақ табамызды отқа қойып, үстіне ұнымызды салып, араластыра отырып, ұнымызды қуырып аламыз. Ұнымыз қоңырқай түске енуі қажет. Қатты күйіп кетпес үшін араластырып отырып қуырамыз. Ұнды қуырған кезде күшті иіс шығады. Мінеки, видеодан көрінбейді, бірақ біздің ұнымыз өте әдемі түске енді. Дайын. Енді осы ұнымызға 1 кесе бөлме температурасындағы суды құйып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Бізде іртіктер болмау керек, түйіршіктер. Енді осымызды гуляшымызға құямыз. Гуляшымыз уже шамамен 1 сағат өтті, уже қайнап жатқанына. Үстіне құйып, жақсылап араластырып, бетін жауып 20 минутқа тағы да бұқтыратын боламыз. Арасында тексереміз. Біздің гуляшымыз қою ма, сұйық па? Тым қою болып кетсе, біраз су қосуға болады. Енді өздеріңіздің талғамдарыңызға байланысты, сорпалы болғанды қаласаңыздар, кішкене су қосуға болады. Мен 50 мл суды қосып, қақпағын жауып, 10 минуттан кейін өшірдім. Өте дәмді ас болады. Кез келген гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Мен бүгін күрішпен ұсындым. Мінеки, асымыз пісті. Өте дәмді болып шықты. Мен сіздерге осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Менің арнамда әлі талай дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын. Сау болыңыздар.